Апта ішінде Степногорск қалалық полиция басқармасының өкілдері арнайы баспасөз конференциясын ұйымдастырып, тілшілердің сауалдарына жауаптарын берді. Ең алдымен тілшілер қауымын жол-патрульдік полиция қызметкерлеріне жүктелген міндеттер мен мемлекеттік нөмірлерді тәркілеу бойынша сауалдар қызықтырды. Снимать при парковках конкретно если взять. Мемлекеттік нөмірлерді тәркілеуге келер болсақ, оның ішінде заңсыз тұрақтаған автокөліктерге байланысты бұл шара қолданылады. Бірақ тек жүргізуші анықталғанға дейін, яғни уақытша қолданылатын іс-әрекет деп түсіндірді басқарма бастығы. Бұл тұрғыда заңсыз тұрақтаған автокөлік иелерін кім жазалауға құқылы екендігі жөнінде сауал жолданып, онда белгілі болғандай жол-патрульдік полиция өкілдері және учаскелік инспекторлар дәл осы тәртіп бұзушылық бойынша әкімшілік жауапқа тарта алатыны анықталды. Кездесу жалғасында ойын-сауық орындарын қадағалау, жалға алынатын пәтерлер бойынша келіп түсетін шағымдарға байланысты жұмыстар барысында сөз болды. Сонымен бірге бірнеше жылдар бойына айтылып келе жатқан жедел басқару орталығын қолданысқа беру мерзімдері қызықтырды. Бұл ретте полиция басқармасының жанында орналасқан нысан қаржы бөлінген жағдайда ғана іске қосылатыны анықталды. Тілшілер қауымын жолдарды белгіленбеген жерлерде кесіп өтетін азаматтар мен бекітілмеген орындарда темекі тартқан тұрғындарға байланысты қолданатын шаралар барысы алаңдатты. Баспасөз конференциясының жалғасында бейнебақылау камераларының жұмысымен қылмыстарды қарастыру барысындағы медиация жүйесін қолдануға байланысты мәселелер көтерілді. Сондай-ақ жүздесу барысында белгілі болғандай, өткен айда орын алған аялдама әйнектеріне келтірген зиянды әрекеттер бойынша тәртіп бұзған азаматтар анықталмаған көрінеді. Оған себеп сол уақытта айтулы аймақ жарық жүйелерімен қамтылмаған болса керек. Туындап отырған мәселелер қарастырылып, тілшілердің бірқатар сауалдарына жауаптар берілген кездесуді қорытындаған полиция басқармасының бастығы Серікбай Ақмағамбетов осындай кездесулерді алдағы уақытта жиі түрде өткізіп тұру қажеттігін алға тартты. Я думаю, плодотворно мы. Біз өте жақсы жұмыс жасадық деген ойдамын. Сіздер қойған сауалдарды міндетті түрде назарға алатын боламыз. Соның ішінде шағын аудандар ішіндегі учаскелік полицейлердің есебі бойынша бұл бағыттағы жұмыстарды бастап та кеттік. Ал көлік тұрақтары мен полиция қызметкерлердің өздеріне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауларын біз әрдайым қадағалайтын боламыз деп түйіндеді басқарма бастығы.